Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mening ismim Abdurrahim Abdug'aniyulloh. Kіріспе сабағымызға қош келдіңіз. Сіздермен бүгін иншаллах Құранға түсу сабағымыздың алғашқы сабағын бастайтын боламыз. Құран оқу үшін ең алғашқында ниет пен шынайы ықылас керек. Себебі барша амалдар ниетке қарай болады. Енді Құран бұл Аллах Тағаланың кітабы болғандықтан, оны мұсылмандарға үйрену, оны оқу міндет болып табылады. Сонымен қатар Құран араб тілінде түскендіктен біз Құранды араб тілінде үйренуіміз қажет екен. Сонымен қатар Құран 14 ғасыр бойы өзгермей келе жатқан жалғыз кітап болып табылады. Құран жайында хадистерде былай келеді: сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің деген. Ал басқа бір хадисте болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Құран оқыңдар, себебі Құран иесін қиямет күні шафағат етеді дейді. Тағы Құран оқыған адамның әр оқыған әрбіне 10 сауап жазылады екен. Құран оқу үшін не білуіміз керек? Ең алғашымен Құран оқу үшін біз араб тілін білуіміз керек. Араб тілінде қазақ тілінің ерекшеліктері ол оңнан солға жазылуы. Сонымен қатар араб тілінде не бары 28 әріп бар екен. Араб тілінде қазақ тілінде кездеспейтін әріптер бар екен. Мысалы сә, зәл, айн, тағы басқалар. Кез келген тілді әліппеден үйренуден басталады. Ендеше сіздерге тапсырма, әріптерді менің артымнан қайталаңыздар. Алиф, бә, тә, ث جيم ح خ دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو я. Жазып алыңыздар, үй жұмысы осы айтқан әріптерді 5 реттен қайталап шығыңыздар. Әрқайсысын 5 реттен қайталап шығыңыздар. Енді сабағымызды жалғастырсақ, араб тілінде әріптерінің астына, үстіне қойылатын әрекеттер бар. Мысалы, бір әріптің үстіне бір сызықша қойылатын болса, мысалы, алифпен келтірейік, міне, а. Ал егер сол сызықша астына қойылатын болса, онда и деп оқылады. Міне, алифтен көрсеңіздер болады. Егер осы алифтің үстіне, немесе әріптің үстіне осындай белгі қойылатын болса, онда у деп оқылады. И, у. Мысалы, ромен көрейік, ро әрібі, мынау араб тіліндегі жоғарыда өткен әріптердің бірі. Мысалы, ро, ри, ру. ро, ри, ру. Тағы бір белгі бар, ол белгіні төменде қазір түсіндіретін боламыз. Мысалы, ар, егер осылай әріптің үстіне осындай домалақ белгі қойылатын болса, онда ол әріптің жеке өзі оқылатын болады. Мысалы, ар, ир, ур. Бұл әрекеттің аты сүкін деп айтылады. Ар, ир, ур. Міне біз екі әріпті бір-біріне қосып оқып үйрендік. Енді толық сөзді оқып үйрену үшін келесі сабақтарда жалғастыратын боламыз. Ал егер сіз әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз және бізбен Құран оқуды үйреніңіз. Міндетті түрде тіркеліңіз, үй жұмысын тіркелгеннен кейін эфир арқылы талқылайтын боламыз. Аллах Тағала баршамыздың білімімізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.